Сәлем достар, сіздермен Ақыл Қалта каналы. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілін өзден бастап үйрену сабақтар желісін бастайтын боламыз. Ағылшын тілінде алфавиттен бастап кітап оқуға дейінгі деңгейге жетуге көмектесетін сабақтар желісі болады деп ойлаймын. Сабақтар желісін мен 3 бөлімге бөлдім. Олар beginner, intermediate, upper intermediate. Бүгінгі сабағымыз beginnerдің бірінші сабағы. Сабақ тақырыбы 26 әріп, дауысты және дауыссыз әріптер. BC әріптері C әрпінің ережесі. Міне ең алдымен ағылшын тіліндегі 26 әріп, яғни алфавит. Мұнда бізде жақша ішінде әріптердің алфавиттегі де оқылуы. Менен кейін міндетті түрде қайталаңыздар. Әрине ең бірінші біздегі әріп A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Бұл әріптердің 20-сы дауыссыз, ал 6-ы дауысты. Дауыссыз әріптер B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Дауысты әріптер A, E, I, O, U, Y. B әрпі Big – үлкен, boat – қайық, bridge – көпір, black – қара түс. C әрпі және оның ережелері. Бірінші ереже. Егерде C әрпінен кейін E, I, Y әріптері келсе, онда C әрпін алфавиттегідей оқимыз. Мысалы, space – ғарыш, price – баға, ice – мұз. Екінші ереже. Егерде C әрпінен кейін E, I, Y әріптері келмесе, онда C әрпін K деп оқимыз. Мысалы, кап – пиала, кәп – кепка, кәу – сиыр. Міне осымен бірінші сабақ бітті. Келесі сабақта әріптер мен ережелерін және тіркестерін біршамасымен бөлісетін боламын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңызды комментарияға жазып кетсеңіз болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше. Goodbye.